من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün bizler Kimil Orazam sabahlarının 36. dersine keldik. Eee, Bizler Orazan abzallıklarına katысты бапка айтып жаткан едик. Эстериңизде болса, биринчisi одан кийинги الفضيلة التاسعة عشر الصوم الجنة. Келесі оразаның абзалдығы: ораза бұл бір сауыт деп айтады. Сауыт, қорған, сауыт деген мағына береді. Ораза қорған, сауыт болып есептеледі. Өйткені пайғамбарымыз хадисінде деген қала саллаллаху алейхи уассалам ас-саумул жунна, ораза сауыт деп айтты қысқасы. Және де басқасында ас-саумул жунна қала саллаллаху алейхи уассалам ас-сиямул жунна. Басқа бір хадистерде ас-сиям, яғни ораза сауыт деп айтты, қорған. وإذا كان أحدكم صائما, егер де сендердің біреулерің оразашы болсаңдар, فلا يرفث, не істемесін, былапыт сөз айтпасын, бос сөз айтпасын, ولا يجهل, надандық жасамасын, وإن أمروا قاتلهم أو شاتمهم, егер де біреу келіп төбелескісі келсе немесе боқтағысы келсе, فليقل إني صائم, не істесін, мен оразашымын деп айтсын. والذي نفسي بيده لخلوف الفم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Алланың құдіреті мен ант етейін, ол жаным оның қолында болған, Алламен ант етейін деген, Алламен ант етейін деген сөз. Әлбетте оразашы кісінің аузындағы шыққан иіс Алланың құзыретінде мейістен де абзалырақ деп айтты. إيس يقول الله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Ол мен үшін тамағын, сусынын, шахватын тәрк етті. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ораза мен үшін, мен оның қарындасына өзім берем. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Және де ол жақсылықтар 110 есеге дейін көтеріледі деп айтты. وفي حديث جابر келген хадисте: يا كعب بن عجرة الصوم الجنة. Ей Кәб ибн Хажира деп айтты. Бұл ораза, бұл не дейді? Сауыт деді. Садақаты туфтиул хатиа. Ал садақа бұл қателерді өшіруші дейді, яғни өшіріп өшірген сияқты өшіруші деп айтты. Уассалату бурхан. Ал намаз болса, бұл куәлік деді, құжат, бурхан деп айтты. Ал қаула құрбан, немесе құрбан, жақындататын нәрсе деп айтты. Я Кәб ибн Уджбә, الناس غاديان فمتاع نفسه فم فابتب فم فم فبمتاع نفسه فمتاع وبايع نفسه فموبقها. жақсы. Келесі قال صلى الله عليه وسلم حديثين: الخصاء أمتي الصيام. Хаса деген сөзіміз, хаса деген сөз араб тілінде мынандай мағынаны береді қысқасы. Яғни бір жануарларды кастрация қылу. Кастрация деген сөз, яғни кастрация, яғни шахуатын тыйып тастау ғой. Мысалы, жануардың шахуатын тыйып тастап кастрация жасайды мысалы. Сол сияқты менің үмметімнің несі, яғни кастрациясы деп айтамыз, шахуаттан тыйылуы дейді. Мысалға, шахуатын тыйып тастауы алдыңғы үмметтерде мысалға сондай болған, иә. Біз білеміз қай үммет екендігін.
Бұлар да жаңағыдай дүниеден үзіп тастайды. Яғни бұл ақыретке жақындау үшін, аллаға жақындау үшін дейді дағы өзінің жыныстық мүшелерін баяғыдан кейін ескілерден мысалы тыйып тастайды маған. Мысалға енді олар сондай мысалға нәрселерден дүниені тәрк еттім, аллаға жақындадым деген мақсатта осындай әрекеттерге баратын болған. Енді біздің үмбетімізге бұндай нәрселер тыйым салады. Асыл тыйым салады. Мысалы бұл өз өзіне зиян, бұл зиян беру есептеледі. Енді бұның жолы қалай екен? Бұл жолы ораза дейді қысқасы. Яғни кім өз өзін ұстағысы келсе, шахуаттан тыйғысы келсе, ораза ұстау арқылы не істейді екен? Тыяды өзіне, иә. Сол себепті ораза менің үмметімнің шахуаттан тыйылуы дейді қысқасы. Шахуаттан тыйылуына ең үлкен себеп бұл ораза дейді. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب أي жастар من استطاع منكم الباءة فليتزوج кімде кім араларында үйленуге күші жететін болса бәа деген сөзіміз не қосылу деген сөз асылы үйленуге күші жететін болса فليتزوج үйленсін فإنه أغض للبصر өйткені бұл нәрсе көздің көзді не істейді көзді тыяды أحسن للفرج және де жыныстық мүшені істейді қорғайды فمن لم يستطع егер де оған күші жетпесе فعليه بالصوم ол не істесін оразасын ұстасын дейді ораза дейді فإنه له وجاء ол соған бір шешімді де шығады так жалпы бұл жердегі нәрсе ораза деген сөйтіп шахватын тыя алмай жатқан болса ораза ұстап жүре беру керек деген сөз емес үйлену керек мысалға жететін болса үйлену керек ибн хажар асқалани былай деді әл жүннату әл уиқаяту сатр жүнна деген сөзіміз бұл қорған және де сатыр деген сөзіміз жасыру деген сөз تبين بالروايات متعلق هذا السطر وأنه من النار яғни риуаяттардан түсінгеніміз айласында бұл бір не дейді қорған бұл қорған неден қорғайды екен тозақтан қорғайды қысқасы иә жабатын жасыратын мысалы қорған тозақтан өзін тыяды қысқасы иә өзін не істейді екен жасырып қояды яғни тозаққа кіргізбей қояды деген сөз وبهذا جزم ابن عبد البر бұл себепті ибн абділбар осы мақаланы не істеді نقد لغيته وأما صاحب النهاية قال معنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذي من الشهوات جنة деген сөздің мағынасын деді нихая кітабында былай деп айтты дейді мағынасын бұл мысалға ә, шахватына зиян беретін нәрселерден оразаның иесін оразашыға шахваттан келетін зияндардан қорғау деп айтты қорған деп айтты қысқасы шахваттан келетін зияндарды қорғау деп айтты وقال قرطبي الجنة سترة يعني بحسب مشروعيته فينبغي للصائم أن يصوم عن ما يفسده وينقص ثوابه يعني екінші имам қуртуби не деді бұл сатура яғни жабатын бір не деп айтты жамылғы дей ма жамылғы деп айтты иә яғни бихасби машруиятихи яғни шариғаттағы шеңберменен فينبغي للصائم أن يصوم عن ما يفسده وينقص ثوابه сол себепті оразашысын себебі деді أن يصوم عن оразашы кісі өзін тыю керек неден мә юфсиду оразаны бұзатын нәрседен иә оян сауабын азайтатын нәрселерден сақтану керек
وإليه الإشارة بقوله وأصنعته إشارة قدرني قندي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس يجد كم ورز استطرقن بولسا سوق نسمة فلا يرفس بغوص بلابس زي بس ويصح أن يراد أنه ستره بحسب فائدة وهو إضعاف شهوات النفس إضعاف إضعاف شهوات النفس وإليه الإشارة بقوله يدع يدع شهوته يعني يمكن اسمع نصب ويصح أن يراد أن ستره بحسب الفائدة أولا келетін оразадан келетін пайда мағынасына есептеп біздер не аламыз мағынасын шахуатты азайтатын нәрсе деп айта аламыз мысалы وإليه إشار بقوله يضع شهوته ол біздерге ишарат қылып тұрған хадистегі يضع شهوته шахуатын азайтады деген сөз иә шахуатын тыяды деген ويصح أن يراد سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات және де оның біздер жамылғы деген жабатын жамылғы жасыратын жамылғы деп те айта аламыз қалай одан ә, келетін сауаптың көптігінен және жақсылықтың көптігінен оны несі тозақтан жасырып қалады иншалла иә сол дейтін мағынада болады деді وقول عياض في الإكمال معناه ستر من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك وبالأخير جزم النووي يعني آه، аят былай айтады бұл бірінші мағынасы күнәлардан қорғау деп айтады екіншісі тозақтан қорғау деп айтады үшіншісі екеуінің де мағынасы тозақтан да қорғайды бұл және де ә, күнәлардан да қорғайды بالأخير جزم النووي имам науауи ең соңғы осы көзқараспен не істеген екен алған үшінші көзқарас فقال عربي إنما كان الصوم جنة من النار لأنك إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات محفوفة بالشهوات ابن عربي дейді ابن عربي бұның мағынасы сәттұра яғни бір жамылғы бір жабатын нәрсе мен әсәм күнәлардан жоқ الصوم جنة إنما كان الصوم جنة من النار ибн араби не дейді ораза тозақтан не болды сауыт болды қорған болды не үшін لأنه إمساك عن الشهوات өйткені бұл шахуаттарды өзін не істеу еді қорғау еді иә қорғау ұстау яғни өз өзіңді шахуаттардан ұстау имсак ани шахуат өйткені ол өзіңді неден ұстау тозақ ораза мысалы не дейді имсак шахуат яғни шахуаттарды ұстау өзінен тыю болып есептеледі уаннар махфуфатун биш шахуат ал тозақ болса не дейді шахуаттармен оралған дейді иә оралған қамтылған яғни тозақ шахуаттармен айналдырылған қоршалған ал жәннат болса не деп пайғамбар иә қиындықтарменен қоршалған дейді иә пайғамбар ولأحمد من حديث أبي عبيدة الصيام جنة ما لم يخرقها أصلا في زيادة راح إشارة على غنيمة التضرع بالصيام غيبة الظل بس قبل تمسح وفي زيادة أبي عبيدة ابن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام آه
Абу Убайдадан кейін риуаяттарда өсек айту оразаға зиян береді деген не бар? حديث بقى وقال أوزعي بقى إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم dedi. Аузағи былай жазады. Расында өтірік дейді. Ойбай, өсек айту оразаны бұзады дейді. وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. Сол күннің оразасын қайтадан қазасын өтеу керек қылады дейді. فأفرط ابن حزم فقال يبطله كل معصية من معتمد لهذا الذاكر لصومه سواء كان فعلا قولا لعموم قوله فلا يرفث ولا يجهل. يعني ابن حزم былай жазады, яғни оның әрбір күні ол мейлі әдейі істеген болсын, оразаны есіне алып тұрып істеген болсын, барлығы бірдей, яғни не істейді дейді, ол оразасын бұзып жібереді дейді. Ол мейлі мысалға не болсын, іспен болсын, сөзбен болсын бұзады. Өйткені пайғамбар хадисінде жалпы оны айтты: фәлә ярфас, боғауыз айтпасын, уәлә яжхал, надандық жасамасын деп айтты. ولجمهور أصول الفطر بالأكل والشرب والجماعة. яғни бұл жердегі мәселе яғни оразашы кісінің сауабын бұзады деген мағына асылында. Иә, сауабын бұзады деген мағына. Бірақ енді бұл жерде оразасын бұзады деген мағына емес, қысқасы енді. Ә, аха. وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال حسبك أن يكون الصيام جنة. عبد البر басқа енді былай жетеді енді басқа қосылтырғаны ораза артықшылығы дейді мысалға. Бұл дейді фақуәлі хасбака ән якуна сиям жүннатун. Саған ораза ол қорған ретінде, тозақтан қорған ретінде жеткілікті дейді қысқасы, яғни оразаның өзі. Жақсы. Алла тағала ілімімізді арттырсын. Иншалла бүгінгі сабағымыз осымен аяқтайық. Уа ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил алемин.